Қайырлы күн, оқушылар. Қазақ тілі сабағы 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі. Пән мұғалімі Жексенбекова Айгүл Қалдыбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалым және айтылым бөлімі бойынша тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, әдеби тілдік норма бойынша шылау түрлерін ажырата білу және оларды орынды қолдана білу. Сабағымызды бастамас бұрын алдарыңа көрсетілген суретке мән берейік. Бұл суретте біз адам денсаулығына қаншалықты әсер ететіндігін байқаймыз. Сабағымыздың тақырыбына сай тыңдалым бөліміне кезек береміз. Ауру астан. Бұрын барлық аурулар жүйке жүйесінен деп келсек, кейінгі кезде сырқаттың тағам сапасынан туындайтыны анықталуда. Медицина мамандары артық салмақтың 98% тамақтанудан, ал 2% эндокринология мен жүйке ауруларынан болатынын айтады. Фастфуд тез дайындалатын әрі дәмді тамақ деп халықтың көпшілігі жедел тағам әзірлейтін жерлерден, дүкендерден жартылай фабрикаттарды сатып алуды әдетке айналдырған. Қазақта ауру астан деген сөз бар. Еш зияны жоқ тойымды көрінетін бұл тағамдарды тұтыну денсаулыққа кері әсерін тигізеді, дейді дәрігерлер. Семіздіктің бірінші себебі бұл күнделікті фастфуд жедел тамақты жеуден болады. Бұл организмге аса қуат бермесе де май болып бүкіл ағзаға жиналады. Бірінші көкбауырға, жүрекке, қан тамырларға май болып жиналып, одан кеселге айналады. Адам бойындағы 4 килограмм артық салмақ 1 жылдық өмірді қысқартады. Оқушылар, сабағымыздың бірінші тапсырмасына көңіл бөлейік. Тыңдалым мәтіні бойынша ұсынылған тұжырымдамалардың факті немесе көзқарас екенін ажыратамыз. Дескриптор. Тыңдалым мәтіні бойынша ақпаратты факті екенін ажыратады, ақпаратты көзқарас екенін ажыратып, ойын дәлелмен көрсетеді. Берілген тапсырманы орындап болсақ, өзіндік тексеру жұмысын жасаймыз. Сабағымыздың келесі бөлімі әдеби тілдік норма. Біз өткен сабақтарда шылаулардың 2 түрін пысықтаған болатынбыз. Шылаулардың тағы бір түрі демеулік шылау. Демеулік шылау тіркескен сөздеріне қосымша мағына, реңк үстейтін немесе сөйлемге эмоционалды өн беретін шылаулар. Өздерің оқулықтан көріп тұрғандай олар бірнеше түрге бөлінеді. Атап өтетін болсақ, сұраулық, күшейткіш, шектік, болжалдық, болымсыздық, нақтылау және бұлардың өздеріне тән жалғаулықтары да бар. Демеулік шылау түрлерінен бірнеше түріне мысал келтірейік. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалаң. Абай Құнанбаев. Бұл сөйлемде де шылауы сен сөзіне күшейткіш мән беріп тұр, бірақ оны басқа сөздермен байланыстырып тұрған жоқ. Бұлардың көпшілігі көшпенді рулардан келгенді. Ілияс Есенберлин. Қырсық әкені Абай кінәлаптымыз. Мұхтар Әуезов. Бұл жерде д демеулігі нақтылық, мыс болжалдық мағына беріп тұр. Демеулік шылаулардың жазылу үлгісі: ма, ме, ба, бе, па, пе, ше, да, де, та, те, ғана, қана, тек, кейде, түгілі, тұрсын, тұрмақ, қой, ғой деген жалғаулар бөлек жазылады. Ақ, ау, ай, да, мыс, міс, д, т жалғаулары дефис арқылы жазылады. Есте сақтайтын ерекшелік: да, де, та, те, кейде шылаулары жалғаулық та демеулік те болып кездесіп отырады. Мысалы, сен де айтқаныңнан қайтпайды екенсің. Сен де, мен де осы тұста қателестік. Бірінші сөйлемдегі де шылауы сен сөзіне күшейту мәнін үстеп тұр. Ал екінші сөйлемдегі де шылауы бірыңғай мүшелерді байланыстырып тұр. Демеулік шылауға байланысты білімімізді толықтыру үшін тапсырма орындауға көшейік. Берілген мәтіннен демеулік шылауларды табыңдар, мағыналарын анықтаңдар және жазылуын түсіндіріңдер. Оқушылар,
сабақ соңында жетістік баспалдағы арқылы сабаққа қатысуыңды және қаншалықты түсінгенің бойынша өзіңді қай баспалдақ тұсына қояр едің? Олай болса, оқушылар, үйге тапсырма алайық. Көркем шығармадан жалғаулық, септеулік, демеулік жыраулары бар сөйлемдерді тауып, 3 бағанға бөліп жазамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңдар.